Қарызсыз қоғам жобасы аясындағы сабақтарымызды жалғастырамыз. Басты мақсат сіздің қаржылық сауатыңызды арттыру. Енді айтатын тақырыбымыз қазіргі ол депозиттер жайлы. Барлық екінші деңгейлі банктерде бар десек те болады. Бұл жердегі негізгі мақсат сіз ақша жинайтын болсаңыз, қандай да бір өсім арқылы ақшаңызды көбейтуге мүмкіндік бар деген сөз. Не үшін депозит айтып отырмын? Себебі ол кірісі, яғни ол өсіп отырады ай сайын, немесе банктың келісім шартына байланысты жыл сайын өсіп отырады. Әрі қауіпсіз, өйткені мемлекеттік деңгейде, яғни бізде депозитті сақтандыру, депозитке кепілдік беру қоры бар, яғни сіздің ақшаңыз толығымен ұзақ мерзімді депозит болса 20 миллион, қысқа мерзімді депозит болса 10 миллионға дейін сақтандырылады. Бұны мен қарапайым тілде былай түсіндіргім келеді. Маған өткенде бір оқырманым хат жазды. Менің қолымда жинаған 300 мың теңгем бар дейді. Үлкен кісі. Сол 300 мың теңгені қай банкке салсам, мен алданып қалмайым. Немесе қай банкке салсам, ол ертең күні банкрот болып қалмайды деген енді қорқынышы бар. Әрине, мынау кеңес өкіметінің тәрбиесін көрген азаматтарды түсінуге болады. Олардың көбі бұндай банктерге сене бермейді, біріншіден. Екіншіден, оларда бір қазіргі тілде травма дейміз ғой, сонда бір қорқыныш қалып қойған. Неге? Өйткені ол кісілердің заманында банк бола бермеді, болса да бөлімшесі аз болды. Олар банкке емес, үйдегі банкіге көбірек ақша жинады көп адамдар. Одан кейін мынау 91 жылы біз тәуелсіздік алған жылдарда көп адамның ақшасы құнсызданып кетті, рубльден тиын болды, тиыннан теңге болды дегенде, сондай бір көп адамда қорқыныш бар. Сондықтан ондай қорқыныш болмасын деп, жаңа айтқанымдай, мемлекет сіздің ақшаңызға 10-20 миллион теңгеге дейінгі ақшаға гарантия береді. Яғни мейлі сіз 300 мың теңгеңізді салдыңыз, бірақ банкрот болып қалса, сол ақшаңыз сізге міндетті түрде қайтып келеді деген сөз. Одан кейін тағы да бір сақтандырудың формасы бар, ол кепілдік. Ол 5 миллион теңгеге дейін шетел валютасы. Егер де сіз ақшаңызды теңгемен емес, доллармен, болмаса евро, болмаса рубльмен жинайым десеңіз, онда әрине сізде мемлекет 5 миллионға дейінгі ақшаңызға кепілдік береді. Енді депозиттің түрлері жаңа айтқандай, қысқа мерзімде бір қарағандай, ұзақ мерзімде деп жеңіл түрде жаттап алса болады, немесе мерзімді депозиттер, мерзімсіз депозиттер десеңіз де болады. Мерзім жаңа айтып тұрған қандай да бір уақыты болады, 3 ай, 6 ай, 9 ай, 12 ай деген секілді. Ал мерзімсіз деген ол ешқандай келісім шартсыз, кез келген уақытта аласыз, кез келген уақытта саласыз деген әңгіме. Шетел валютасындағыны айттық. Одан кейін капиталдандыру дейді. Енді мысалға қараңыз, кейбір банктер айтады сізге жылдық мөлшерлемесі мысалы 14% дейді. Оны сізге ай сайын ақша бермейді, жылына бір рет ақша беру мүмкін 14%-ын. Немесе 14%-ды 12 айға бөліп, жылына ай сайын 1,1% есептеуі мүмкін. Капитализация дегеніміз сол, яғни сіздің сол бір айда қандай да бір процент қосылды, кейін келесі айда сол процент қосылғанға тағы да қосымша процент қосылатын болса, сол деңгейдегі депозит мөлшерлемесіне сай, соны қарапайым тілде айтқанда капитализация дейді. Жаңа айтқандай, бізде елімізде 21 екінші деңгейлі банк бар, олардың басым бөлігінде сол депозит бар. Бірақ әр депозиттің проценттік мөлшерлемесі әртүрлі болып келеді. Оны сіз өзіңіздің қалаған, мысалы жиі еститін, мүмкін үйіңіздің қасыңызда бір банк болуы мүмкін, сізге жақын орналасқан, мүмкін приложениясы, қосымшасы ыңғайлы банк болуы мүмкін. Ол енді өзіңіз жүрек қалауыңыз бойынша. Бірақ қайталап айтам, сіз қай банкке бармасаңыз да, сол банктың мемлекет тарапынан кепілдігі бар. Оны мінекей көріп отырсыздар, жаңа айтқанда 20 миллион жинақ салымдары бойынша ұзақ мерзімді. Ал егерде алмалы-салмалы біресе алып, біресе жаңағы қалаған ақшаңызды салып, оны жұмсап, одан кейін қайта салып, немесе тіпті депозитini жауып тастайтын кездер болса, онда ол 10 миллионға дейін ақша сақталған. 5 миллионда айттым шетел валютасында екенін. Одан кейін біз мына нәрсені түсіну керекпіз. Бұл ақшаға байланысты кепілдік. Ал мемлекет тарапынан, яғни жаңағы сақтандыру қорынан кепілдік берілмейтін
жағдайлар бар. Ол әрине металл шоттарына кепілдік берілмейді, сосын депозиттік сертификаттарға берілмейді. Кейбір адамдар, кейбір банктерде депозиттік сертификат деп көрсетіледі. Бірақ ол депозиттік сертификат мемлекеттің кепілдігіне жатпайтынын ескеру керексіздер. Одан кейін банктың ұяшықтарында орналасқан ақша мен құнды заттарға, мысалға сен орысша айтқанда банковский чеки дейді ғой, банк ұяшығында алтын сақталуы мүмкін, немесе басқандай сол тіпті ақша доллардың өзі сақталуы мүмкін, бірақ банк сейфінде жатқанға ол мемлекет кепілдік бермейді. Осыны ескеріңіздер. Және де заңды тұлғалардың депозитіне кепілдік берілмейді. Ол әрине компанияңыз болып жатса, соның ақшасы дегенде. Одан кейін тағы да бір мәселе, Ислам банк шеңберіндегі соның депозиттеріне. Өйткені оларда білесіздер, енді Ислам банкінде айтады, процент ол харам дейді. Бұлар керісінше осы депозитті басқа түр формасында келтіреді Ислам банктері. Сондықтан да бұны мемлекет тарапынан бұл да кепілдікке жатпайды. Осыны ескерейік. Енді мынандай ғой, депозиттің өзінің арнайы формуласы бар. Оны сіздер көріп отырсыздар. Бұған енді мүлдем басыңызды қатырудың қажеті жоқ. Себебі сіз қай банкке бармасаңыз, сол банктың сайтында, тіпті кейбіреулерінің мобильді приложениясының қосымшаларының ішінде де тұрады. 100 мың теңге салсаң, бір айдан кейін қанша аласың, бір жылдан кейін қанша аласың деген секілді, ол автоматты түрде есептелетін. Енді мен мынандай формуламен жаз, есепте деп шыны керек, бастарыңызды қатырғым келмейді. Енді жыл сайын статистикаға сүйенетін болсақ, жалпы халықтың жаңа айтқандай банктерге деген сенімі артып келеді. Оны мына кестеден ақ көруге болады. Мысалға, халықтың басым бөлігі ол немен жинақтайды? Шетел валютасы емес, теңгемен жинақтауда, және де жалпы біздің қазақстандықтардың шотында шамамен 25 триллиондай ақша жинақталған. Ал енді кейбір адамдар сұрап жатады, қай банкте процент жоғары деп. Бағана айттым мен, 21 банк бар, екінші деңгейлі, әр банктікі әртүрлі, оның барлығы ұлттық банктың қойған базалық мөлшерлемесіне байланысты. Базалық мөлшерлеме жоғарылаған сайын банктің де проценті соған сай жоғарырақ келеді. Егер де базалық мөлшерлеме 10% деңгейде болса, депозиттің де пайызы 9-8, тіпті кейде 10% деңгейінде ғана болады. Қазіргі таңда базалық мөлшерлеме 15% болғандықтан орташа айтуға болады, банктердің пайызы 14%-ға тең жылдық мөлшерлемелері. Енді бұл жаңа айттым, кәдімгідей былай ақша ретінде жинақтайтын депозит барлығы. Ол өзіңіз білесіз, ол қай мақсатта жинайтыңыз. Ал енді арнайы мақсатта жинайтын депозиттер бар. Ол енді үй алғыңыз келсе, отбасы банкке жинайсыз. Ал егерде балаңызға білім бергіңіз келсе, қазіргі нарықта ақыл деген депозит бар. Оның өзіндік бір мөлшерлемелері, яғни нелері бар. Салып отыру нормасы дейді. Бастапқы жарна 3 айлық есептік көрсеткіш, бұл шамамен 12 миллион теңгенің айналасында бастапқы жарнамен жинақталады. Және де әр банкте де қайталап айтам, проценттері әртүрлі болып келеді. Бұл жерде енді мен ақылға қатты тоқталғым келмейді, себебі ақыл депозиті алдағы уақытта келешек бағдарламасымен үйлеседі. Біз келешек бағдарламасы арқылы осы парламентте де заң қабылдағанбыз. Қазіргі уақытта бұйыртса, осы көктем, мүмкін жазда, әр балаға депозит ашуға мүмкіндік болады. Ол жерде егерде сіз 5 жасқа дейінгі балаңызға шот ашсаңыз, 60 айлық есептік көрсеткіште мемлекет қосымша қолдауын береді. Ал егерде ол бала енді жалпақ тілде айтқанда жетім, заңды тұрғыдан айтқанда қамқорлығынсыз қалған бала болса, мемлекет тарапынан бір реттік 120 айлық есептік көрсеткіш, яғни шамамен 471.800 теңгедей ақша шотына бір реттік түседі. Ары қарай кейін жинақтау керек болады. Жылына 24 айлық есептік көрсеткіш, айына ол 2 айлық есептік көрсеткіш. Ол дегеніміз шамамен ай сайын 8.000 теңге жинап отыру керек болады. Осы нормалар сақталған кезде ғана мемлекеттен қосымша, жаңағы айтқандай, мемлекеттің 5 және 7%, одан кейін банктың 12 немесе ұзақ мерзімде ашылса 9,5-9% мөлшерлемесі қосылып отырады. Есеп шоттарды қайдан ашамыз? Енді көп адам
негізгі баратын осы отбасы банкке барады, статистикаға сүйенсек, сосын Халық банк, тіпті сіз бұларды Қазпочта арқылы да ашуыңызға болады. Немесе Жусан банк, Нұрбанк, ВТБ, РБК, Береке банктен де алдағы уақытта ашуға мүмкіндіктеріңіз бар. Бұл жерде тағы да бір ескертетін, мысалға сіз осылай ақша жинап жүресіз, балаңыз грантқа түсіп кететін болса не істейсіз? Онда ол өзі жинаған ақшаны жоғарғы процент, жоғарғы мөлшерлемемен өзіңізге алуға болады, немесе бала оны үйге алуға болады, немесе көлік алғысы келеді, басқа жеке мақсатта пайдалануға болады. Осы келешек бағдарламасы арқылы үй алғандар. Одан кейін білесіздер, 18 жасқа дейінгі балаларға мына ұлттық қор балаларға жобасы жақсы жұмыс істеп жатыр. Осы ақпан айында әр баланың шотына $129 түсті, өткен жылы $100. Одан кейін сол банктың мынау депозит сияқты ғой, енді ол да капитализациясымен қосымша $3 түсті. Соның барлығын жинақталып, ертеңгі күні балаңыз 18-ге толған кезде ол ақшаны үйдің бастапқы жарнасына пайдалануға болады, немесе оқуға, білімге пайдалануға болады. Ал егер де жаңа қайталап айтам, балаңыз грантқа түсіп кететін болса, онда ол ақшаны басқа да жаңағы үйдің жарнасына пайдаланған дұрыс. Одан кейін тағы да бір ескертетін нәрсе, сұрақ туындайды, баламды мен шетелде оқыта аламын ба деген секілді. Әрине, шетелде де оқытуға болады. Одан кейін тағы да бір жалпы қай банкке бармасын, қай банктың депозиті болмасын, барлығы тегін ашылады. Бұрын, осыдан 5 жыл бұрын, мүмкін 10 жыл бұрын кейбір банктерде арнайы келісімшартқа отырасың, комиссиясын төлейсің деп айтатын еді. Әсіресе ол Жилстрой, қазіргі отбасы банкте болатын. Бірақ бір ескертетін нәрсе, барлығы қазіргі таңда тегін, және де кейбір банктерде қосымшасын жүктеп алу арқылы онлайн түрде де депозит ашуға мүмкіндіктеріңіз бар. Бүгінгі депозитке байланысты сабағымыз осымен тәмам. Бастысы ақша жинаңыздар, әр қазақ бай болсын, әрекетке берекет.